Маңғыстау облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері тасымалдаушы республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы аясында профилактикалық жұмыстар жүргізуде. Іс-шара барысында республикалық маңызы бар автожолдарда қатынайтын қоғамдық көліктерге, оның ішінде жолаушылар автобустарына тексеру жүргізілді. Тексеру кезінде жүргізушілердің жол қозғалысы қағидаларын сақтауына, автобустардың техникалық жай-күйіне, өрт сөндіргіштердің алғашқы медициналық көмек қобдешасының, авариялық тоқтау белгісінің және басқа да міндетті қауіпсіздік құралдарының болуына ерекше назар аударылды. Сонымен қатар Ақтау қаласы аумағында қоғамдық көліктердегі жолаушыларға арналған QR кодтардың жұмыс істеуі тексеріліп, жүргізушілерге қолданыстағы заңнама талаптары бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Маңғыстау облысы полиция департаменті барлық жол қозғалысына қатысушыларды жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға шақырады. Жолда бір-біріңізге құрметпен қарап, өзге жүргізушілерге кедергі келтірмеңіздер. Жылдамдық режимін сақтап, қауіпсіз арақашықтықты ұстанып, сапар кезінде барынша мұқият болыңыздар. Жолдағы қауіпсіздік баршамыздың ортақ жауапкершілігіміз.